Жетінші сынып дүниежүзі тарихы 12-ші тақырып Иранның әлеуметтік экономикалық жағдайы. Ирандағы ағылшын-орыс бәсекелестігі. Иран 1935 жылға дейін Парс мемлекеті деп аталды. Парс мемлекетінің атауы қазіргі оңтүстік Ирандағы Парс шығанағының жағалауындағы тарихи Фарс аймағының атауына байланысты шыққан. Бұл жерлерді ертеде Ахеменидтер империясын құрған тайпалар мекендеген. Парс мемлекеті орта ғасырлардағы аса қуатты алпауыт ел болды. Мемлекеттің басында шах отырады. Шах қазынасына халықтан егіншілік пен мал шаруашылығына алынатын салықтар түсіп отырады. Салықты жинау біршама қиындықтар туғызатын. Себебі халықтың көшпелі мал шаруашылығымен айналысатын бөлігінен дер кезінде салық жинау мүмкіндік бермейтін. Отырықшы халық егіншілікпен, қолөнермен айналысты. Парс елінде сол заманда жақсы суару жүйелері, ирригациялар болған. Қолөнер кәсіпшіліктеріне біріккен қолөнершілердің аса сапалы бұйымдары әлемге танымал болды. Сондай-ақ Парс елінде сауда да жақсы өркендеп дамыды. Иранның негізгі кәсібі мал шаруашылығы мен егіншілік пен қолөнер болды. 18 ғасырдың соңынан бастап Иранның астанасы Тегеран қаласы болды. Иран жері әкімшілік жағынан вилаяттер, облыстар мен эялеттер, провинцияларға бөлінді. Вилаяттерді шах тағайындаған хакімдер басқарды, ал эялеттерді көлемі жағынан өте үлкен аймақ болғандықтан олардың қолындағы билік пен құқық та үлкен еді. Сондықтан эялеттердің басында шахтың мұрагерлері, шахзадалар отырды. Вилаяттер мен эялеттер билеушілердің дербес биліктері шексіз болды. Олардың өз жасақтары, өз ақшалары болды. Кейбір феодалдар мен хакімдер түрлі жағдайда шахқа бағынбай, тіпті шахтың билігіне де көз алартты. Әсіресе Хорасан, Керман сияқты облыстардың билеушілерін өзіне бағыныштылықта ұстау үшін Каджар әулетінің шахтары үнемі қатаң бақылау жасап, күш қолданып отырды. Иран қоғамдық саяси өмірде мұсылман дінінің рөлі күшті болды. Мұсылман дінбасылары Құран мен шариғатты елдегі қоғамдық тәртіпті сақтауда негізгі құрал ретінде пайдаланды. Жоғары дінбасылардың ірі уақыфтық жер иеліктері болды. 18 ғасырдың соңында Иран қоғамдық дамуы нашар, артта қалған феодалдық ел болады. Бірақ ол әлі де европалық отаршылық езгіген түспеген дербес тәуелсіз ел. 18 ғасырдың соңына қарай Англия мен Франция Иранға бағытталған отаршылық саясат жүргізуге кірісті. Иранды француз ықпалына түсірмеу, оны өз билігіне қарату үшін Англия өз өкілі Малкольмді шаққа жібереді. Ол Иран шахымен келісімге келіп, саяси және сауда шарттарға қол қояды. Сауда келісім негізінде ағылшындар Иранда көптеген сауда жеңілдіктеріне ие болады. Ағылшындар есесіне шаққа қалаған жағдайда қару-жарақпен көмектесуге уәде береді. Бұл ағылшын-иран келісімшарты сонымен бірге Ресейге қарсы бағытталады. Иран шахы Ресейді Закавказье мен Кавказ халықтарын бағындырудағы басты кедергі деп санайды. 1801 жылы Грузияның Ресейге қосылуы, Армения мен Әзербайжанның Ресейге бет бұру саясатының күшеюі шахты қатты алаңдатты. Ақыры бұл бәсекелестіктен 1804 жылы Орыс-Иран соғысы тұтанды. Ағылшын мен француздар Иранды әрқайсысы өз ықпалына алғысы келіп, түрлі қитұрқы саясат жүргізеді. Оны Ресейге қарсы соғысқа айдап салғанымен, соғыста шах ешкімнен нақты көмек пен қолдау көре алған жоқ. Сондықтан өзінен әлдеқайда жақсы дамыған қуатты Ресейден Иран жеңіліп қалады. 1813 жылы 13 қазанда Орыс-Иран Гүлістан келісіміне қол қойылады. Келісім бойынша Иран, Дағыстан, Грузия, солтүстік Әзербайжан жерлерінен айырылады. Бұл елдер Ресей қол астына өтті. Ресей Каспий теңізіне әскери флот ұстауға кепілдік алады. Орыстар Иранды еркін сауда жасауға қол жеткізеді. Иранда Ресейдің ықпалы өсті. Иран 1926 жылы Англия саясатына арқа сүйеп, екінші Иран-Орыс соғысын бастайды. Бірақ бұл соғыста да Иран үшін өте сәтсіз аяқталады. 28 жылы 22 ақпанда Түркменчай бітіміне қол қойылады. Бітім бойынша Иран мен Ресей арасындағы шекара Аракс өзені арқылы өтетін болды. Шығыс Армения Ресейдің құрамына енеді. Ресейдің Каспий теңізінде әскери флот ұстау құқығы түпкілікті бекітілді. Иранға европалық державалар капиталының енуі күшейе түседі. Иран шетелдіктердің тауар өткізу нарығына және арзан шикізат көзіне айналады. Шах үкіметі батыс елдер алдында дәрменсіз саясат ұстанады. Иран батыс елдеріне экономикалық тәуелді елге айнала бастады. Иранға капитал енгізуге Англия шұғыл қадам жасайды. Олар шахтан телеграф концессияларын өте тиімді шартпен алып,
Иран аймағына бірінші телеграф жүйелерін салады. Телеграф Иранды Үндістанмен жалғастырды. 1872 жыл ағылшын капиталисті барон Рейтер шақтан 70 жыл мерзімге мұнай және басқа табиғи байлықтарды игеруге тиімді концессия алады. Шарт бойынша ол тас жолдар, темір жолдар, телефон, телеграф жүйелерін салуға, фабрика, завод, банктер ашуға рұқсат алды. 1889 жылы Шах Рейтерге тағы да 60 жыл мерзімге концессия беріп, Шахин-Шах банкін салуға рұқсат етеді. Осылайша Иранның оңтүстігі мен оңтүстік батыс жағында Англия үстемдік жүргізуге кіріседі. Ағылшындар ықпалы Иранның саяси билігінде де белсенді бола түсті. Иран шахына ағылшындардың тым жақын бола түсуі орыстарды қатты алаңдатты. Ресей империясы үшін Иран саяси экономикалық жағынан өте маңызды аймақ болды. Сөйтіп ағылшындардан кейін Иранның солтүстігіне Ресей капиталистері келе бастады. 1879 жылы Шахтың өтініші бойынша орыс офицерлері парсылардың әскери бригадасын ұйымдастырып, әскерлерді оқытуға кіріседі. Бұл сол кездегі Ирандағы бірден бір күшті даярланған, соғысқа қабілетті қарулы күш еді. Бұл Ирандағы Ресейдің саяси беделінің өсуіне себеп болды. 1879 жылы орыстар телеграф жүйесін салуға концессия алады. 88 жылы балықшы кәсіпкер Лианозов Иранға қарайтын Каспий теңізі жағалауында балық кәсіпшілігін дамытуға ұзақ мерзімге концессия алды. 1890 жылы орыс капиталисті Поляков Тегеранна есеп-несие банкін салады. Ол Иран шахынан 75 жыл мерзімге транспорт саласына концессия алады. 1900 жылы Иран Ресейден 22,5 миллион рубль мөлшерінде несие алады. Бірінші дүниелік соғыс қарсаңында Ирандағы орыс капиталының мөлшері 164 миллион рубльге жетеді. Иран үшін Ресей өзінің шикізатын, ауыл шаруашылығын, қолөнер өнімдерін өткізуге қолайлы сыртқы нарық көзі болады. Ираннан Ресейге мақта, күріш, кептірілген жеміс-жидектер, тері, кілемдер экспортқа шығарылатын. Иранның солтүстік аймағында Ресей, оңтүстігінде Англия үстемдік етті. 20 ғасырдың басына қарай Иран өзінің ұлттық тәуелсіздігі мен дербестігінен айырыла бастады. Елдің транспорт, қаржы, салық, пайдалы қазбалар жүйелері түгелдей Англия мен Ресейдің бақылауында болды. Шах, оның министрлері, губернаторлар мен феодалдар империалистік державалардың қолындағы ойыншыққа айналды.